Ассалаумағалейкум. Бүгінгі бізді сабақта біз resilient сөзін өтетін боламыз. Resilient сөзі нені білдіреді? Resilient сөзі бұл табанды деген білдіреді. Яғни ол табанды непоколебимый дейді ғой орыс тілінде. Яғни бір орында тұрады, қандай қиындық болса да, қандай нәрселер болса да, кедергілер болса да, сол өзінің орнында қалады, сол нәрседе істегенде берік болады. Яғни ешқандай қиыншылықтарға қарамайды, төзімді болады. Мысалы үшін, мысал ретінде, children are often more resilient than adults when it comes to adapting to change. Яғни кішкентай балдар табандырақ келеді, немесе төзімдірек келеді үлкен адамдарға қарағанда. Неде келеді екен төзімді? Бұл бір нәрсеге адаптация жасағанда, өзгергенде, бейімделуде, ересектерге қарағанда төзімді келеді екен. Despite the economic crisis, the company proved to be resilient and continue to grow. Яғни экономикалық кризиске қарамастан, компания өзінің тұрақты, төзімді екенін, өсуге дайын екенін, яғни өсуге табанды екенін дәлелдеді дейді. The human body is incredibly resilient and can heal from serious injuries. Адам денесі ерекше төзімді және ауыр жарақаттардан айыға алады дейді. Енді бұл сөз қай тілден енген екен, соны қарайық. The word resilient comes from the Latin word resiliere, яғни leap back, яғни арқамен жабысу, сол аударылма секіріп қайта оралу, қайта серпілу деген білдіреді. Яғни артқа, salire секіру деген мағыналардан құралады екен. Енді синонимдер мен антонимдеріне келетін болайық. Синонимі strong мықты, flexible икемді, adaptable бейімделгіш, durable бізде берік, tough төзімді, fragile морт, weak әлсіз, vulnerable әлсіз, және де brittle сынғыш деген мағыналар береді. Бұлар антонимдері. Енді қорытындылай келе нені білдіреміз? Айтайын, resilient сөзі төзімді, табанды деген сөз. Қиыншылықтарға, қанша қиыншылық болса да, сол нәрсені істей береді. Ешқандай қиыншылыққа мойынсұнбайды деген мағынаны білдіреді. Ал тыңдағандарыңызға рахмет.